Таза балды үйде өте оп-оңай анықтайтын боламыз. Балдың пайдасы туралы барлығымыз білеміз, оған тоқталмаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз, достар. Ендеше кеттік. Алдымен мен дүкеннен таза бал деді. Сатушының сөзіне сендім. Осылайша азғантай бөлігін алып келдім. Өскеменнің балы деді. Таза бал деді, бірақ үйге келгеннен кейін кішкене тексеріп көргіміз келеді ғой, таза ма, таза емес па деген сияқты. Бұлай сипатына қарасам, қоюлығына, суда еруіне қарасам, таза бал сияқты. Бірақ мен қазір қызық әдіспен тексергім келіп тұр. Ол үшін бізге таза тарелка, салқын су және қасық керек болады. Қасықтың кішкене ұшымен балды алып, ыдысымызға тамызамыз. Азғантай бөлігін ғана тамызып аламыз. Тамызып болғаннан кейін оның үстінен салқын суымызды қосамыз. Салқын суды үстінен құямыз. Одан кейін, достар, қараңыздар, осы жерде кішкене салқын су, жылы болмау керек суымыз. Салқын болған дұрыс. Суымызды құйып шайқап шығамыз. Бұлғаймыз, яғни айналдыра отырып, жақсылап қозғаймыз. Осылай 1-2 минут жалғастырасыздар. 1 минут немесе 2 минутқа баруы мүмкін. Осылай айналдыра бересіздер. Және бұл жерде біз араның ұясының ДНК құрылысы шығады. Кәдімгідей өте, қараңыздаршы, әдемі араның ұясы шықты. Егер бұл таза бал болса, осындай ұя шығу керек сіздерде де. Үйде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, өте әдемі шығады және балаларға да жасап көрсетуге қызық. Қайталап көрсеңіздер болады. Ол үшін осындай сұйық бал керек. Достар, каналға тіркеліп, лайк басыңдар. Келесінде тағы да керемет видеоларды шығаратын боламын. Ол үшін сіздер астына комментарийға қандай видео түсіру керегі жөнінде маған жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше.